Ассаламалейкум қазақтарым. Мен ондаған видеолар, лекциялар жазған едім. Сіздердің ұстаз деп жүрген дүмше молдаларыңыздың діннен ешқандай хабары жоқ, бейшара сорлы надан екендерін дәлелдеп берген едім. Бізде көптеген сектанттардың ақымақ, білім жоқ. Осы ұстаздардың керемет пайғамбар қатарына қосып, оған үй әпереді, машина әпереді, сыйлықтар жасайды. Мысалы, Қабылбек тасақ мұны жақында Америкаға да апарып келді, қыдырып келді, сұрап жасап. Сендерге айтатыным, ақымақ болмаңдар. Мұндай адамдарға берген сендердің садақаларың, зекеттерің, садақа зекет той есептелмейді. Садақа мен зекетті тек қана мұқтаж адамдарға береді. Бейшара, сорлы адамдарға береді, күн көре алмай жүрген. Ал енді мұндай адамдарға берсеңдер, ол ысырап болып есептеледі. Бұл мұқтаж емес. Діннен ештеңе сезбейді дейтінім, басқаны айтпағанда да мына Құранда жазылып тұрған аяттарды дұрыс оқи алмайды ғой олар, бейшаралар. Қазір мына тыңдап көріңіздерші, мына Қабылбек дегеннің ақымақтың несі айтып отырғанын. Мұсылман жігіт мынандай үш діндегі бір қызға үйлене алады. Мұсылманның қызы, немесе христианның қызы, немесе яхудидің қызы. Өйткені бұларға да кітап түскен ахл кітап болып есептелінеді. Осындай ақымақтарға надан қыз-келіншектер ғашық болып әуре болады. Кезінде мұсылмандар Меккеден Мединаға көшкен кездерінде Аллах мұсылмандарға басқа діннің өкілдеріне үйленуге рұқсат бергені шындық. Бірақ кейінірек ол рұқсатты алып тастады. Өйткені неке тек мұсылмандардың арасында ғана жасалады. Мұсылманның әйелі мұсылман емес болуы мүмкін емес. Өйткені Аллах Құранда бір ғана дінді таниды. Бұл дін ислам. Исламдық отбасында екі діннің болуы бос сөз және харам. Аллах Құранда: «Әй иман келтіргендер, яхудилер мен христиандарды өздеріңе көмекші әрі дос деп санамаңдар. Өйткені олар бір-бірінің көмекшісі әрі досы. Сендерден кім оларды көмекші әрі дос санаса, оның өзі солардың бірі» дейді. Былайша айтқанда, егер сен яхудилер мен христиандарды дос десең, өзің солардың бірі боласың дейді Аллах Тағала. Көрдіңіздер ме, христиандар мен иудейлерді әйел қылып алмақ түгілі, көмекші не дос етіп алсаң, өзің солардың бірін айналасың деп ескертеді жаратушы саған ием. Аллах тағы былай дейді: өздеріне анық белгілер көрсетілгеннен кейін бөлініп адасып кеткен яхудилер мен христиандар сияқты болмаңдар. Олар үшін үлкен азап бар дейді. 3 сүренің 105 аятында. Иудейлерде, христиандарда имансыз, көп құдайшыл, кәпір, мүшрик, орысша многобожник болып саналады. Аллах мына аятында кәпірлерге үйленуге не күйеуге шығуға болмайды дейді. Мүшриктерге иман келтірмейінше үйленбеңдер. Әлбетте мүмін құл көп құдайшылдан жақсырақ, тіпті ұнатса да. Мұсылман әйелдерден мүшриктерге олар иман келтірмейінше күйеуге бермеңдер. Әрине мүмін құл мүшриктен жақсырақ, тіпті оны ұнатсаң да. Олар тозаққа шақырады. Аллах Тағала өз рұқсатымен жәннет пен кешірімге шақырады дейді. 2 сүренің 221 аяты. Христиандар мен иудейлердің кәпір екенін Аллах Тағала мына аятында айтады. Аллах үштікте үшінші дегендер кәпір болады. Үштік деген христиандардың троицасы. 5 сүренің 73 аяты. Тағы бір аятта Аллах былай деп бұйырады: «Әй иман келтіргендер, мұсылмандар тұрғанда кәпірлерді көмекші дос тұтпаңдар» дейді. 4 сүренің 144 аяты. Бұдан артық енді қандай дәлелдер керек? Өздерін христиан деп атайтын бүгінгі адамдар киелі кітаптағыларға жатпайды. Өйткені олар икондарға, крестерге және тағы басқа идолдарға табынып, многобожник болып кеткен. Хадисте былай айтылады: әйелді 4 нәрсеге байланысты алады: мал мүлкіне, тегіне, сұлулығына және дініне байланысты. Дінге берілгенді ал, әйтпесе ұтыласың дейді Бұхари, Муслим. Тағы бір хадисте: өмір ләззат. Ал өмірдегі ең жақсы ләззат салиха әйел. Муслим. Салихалы деген орысша праведная әйел деген сөз. Сондықтан да мұсылмандар осындай ақымақ надандарды тыңдамаңдар. Кәпірді алуға болмайды, кім болса да. Тек мұсылманды ғана алу керек, сосын мұсылманға күйеуге шығу керек.